Семейде мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің төрағалығымен президент жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Жиында заңсыз ойын бизнесімен күрес және қазақстандық жастар арасындағы лудомания проблемасы талқыланды. Бейресми мәліметтерге сенсек, 350 мың қазақстандық лудомания дертіне шалдыққан. Ең өкініштісі сол 10 отбасының жетеуі осының кесірінен ажырасады екен. Өткен жылы 3700-ге жуық суицид тіркелсе, соның 20% лудомандарға тиесілі. Ал букмекерлік кеңселердің қызметін бақылау жағы көңіл көншітпейді. Өйткені заңды тіркелген букмекерлік кеңселердің 95% шетелдікі. Олардың табысынан түсетін салықтың да қайда кетіп жатқаны беймәлім. Сондықтан Ерлан Қарин мемлекеттік органдар мен қоғамдық институттар бірлесіп әрекет еткенде ғана лудоманиядан күрестің тиімді жүзеге асатынын атап өтті. 20 жылы казино, букмекер, осылардың қаржылық айналымы 80 миллиард болатын болса, 2 жылдан кейін 500 миллиард. Қанша есе артып отыр. Есірткісіз болашақ корпоративті қоры өз-өзіне қол жұмсауға талпынған 17-25 жас аралығындағы қазақстандықтар бұл қадамға не үшін барған жайында сұрап сауалнама жүргізген. Сонда сауалнама қатысқандардың 69-70% онлайн казино, букмекерлік кеңселердің алдындағы қарыздан өте алмағандықтан суицид жасауға шешім қабылдағандарын айтқан. Мемлекеттік кеңесші кеңес мүшелерін қазақстандық жастардың өзекті проблемаларын тиімді шешу үшін жастар саясаты саласының күн тәртібін қалыптастыруға және оны белсенді іске асыруға шақырды. Жұмыс кездесуінің қорытындысы бойынша мемлекеттік органдардың жұртшылықты ақпараттық профилактикалық жұмысқа тарту барысында қолданатын нақты ұстанымдар әзірленді.